Компьютерлік вирус шағын көлемдегі компьютерге зиян келтіру үшін жазылған арнайы программа болып табылады. Вирустық программа өздігінен басқа программалардың алдына немесе соңына жазылып, өз жұмысын, яғни компьютердегі программаларды, файлдарды білдіруге кіріседі. Ең бірінші басында вирустың файлға, папкаға, жалпы операционкаға келіп түскендігін біз байқамаймыз. Бірден келе ол өзінің орын алғаннан кейін жайлап файлдарды құртып бастайды. Біршама уақыт өткеннен кейін вирус жұққан компьютерлердегі ауытқуларды байқайтын боламыз. Олар мынандай, мысалы, экранға белгісіз деректер, символдар, тағы басқа шығады. Файлдардың ашылмай қалуы жиілейді, компьютердің жылдамдығы төмендейді, кейбір программалар өз жұмысын тоқтатады. Экранда кенеттен әртүрлі бейне және дыбыстық эффектілер өздігінен пайда бола бастайды. Қазіргі компьютерлік вирустар негізінен екі топқа бөлінеді. Олар резиденттік және резиденттік емес. Резиденттік вирустар деп отырғанымыз компьютер жадында тұрақты сақталатын вирустар, ал резиденттік емес вирустар бұлар компьютер жадында тұрақты сақталмайды. Екі айтылған вирустарда компьютер, яғни файл өз жұмысын бастаған кезде вирустарда өз жұмысын бастайтын болады. Бірақ алғашқы кезде жаңа айтып өткенімізде вирустардың келіп түскендігін біз ешқашан байқамаймыз. Вирустардың бәрі файлға жасырынып тұрады. Файл өз жұмысын бастаған кезде вирустарда өз жұмысын бастайтын болады. Қазіргі таңда компьютерлік вирустардың көптеген түрлері бар. Олар жұмыс жасау мақсатына, логикасына, көлеміне және жұмыс істеу аймағына қарай бірнеше топқа жіктеледі. Біріншісі вирус қақпан. Бұл программалық, яғни үлкен көлемдегі программаларды түзету кезінде зиян келтіруге арналған арнайы вирустар болып табылады. Екіншісі логикалық бомбалар. Бұлар қарапайым ғана программаларға арнайы шартпен келеді. Осы күн немесе ай аралығында әсер етем деп, сол аралыққа дейін ол программаның көптеген бөліктеріне зиян тигізіп үлгереді. Құрттар бұл бос жұмыс жасамай тұрған ресурстармен жұмыс жасайды, яғни тектен-тек қосылмай тұрған ресурстарға арнайы кіріп, оларды өзінен өзі жұмыс жасатып кетуіне мәжбүр етеді. Мысалы, егер де сіздің принтеріңіз қосылмай тұрған болса, оны қажетсіз мәліметтерді баспаға шығартады. Модемде де солай, кез келген неге Wi-Fi шашуға мүмкіндік беріп қояды, яғни қажетсіз нәрселерді орынсыз орындайды. Аталатын түрі вирустың бұл троян аттары. Бұл қарапайым қолданбалы программаларға еніп, рұқсат етілмеген әрекеттерді орындауға кіріседі. Мысалы, жасырын ақпараттарды жария етіп жібереді, жедел жадтағы ақпараттарды басқа жаққа жібереді, сен жібермейінде отырған жерге жібереді. Жасалу құрылым мен көбею жолы өте оңай болғандықтан бұл компьютерлік желілерін толық жайлап алады, яғни тез көбейеді. Компьютерлік вирустар жалпы компьютерге флеш жад, дискілер немесе желі арқылы жұғады. Егер компьютер жергілікті желіге қосылған болса, онда вирустың таралу жылдамдығы өте жоғары болып келеді, яғни сет арқылы. Компьютердегі вирустан қорғану үшін ақпаратты қорғаудың жалпы шараларын орындауымыз керек, яғни ақпаратымызды сақтау үшін. Дискіні зақымданудан сақтау керекпіз. Дұрыс жұмыс істемейтін программаларды қолданбауымыз қажет. Программалармен жұмыс істеу кезінде техникалық қателіктерді жібермеуімізге тырысуымыз керек. Ақпаратты көшіргенде антивирустық программамен тексеру қажет. Вирустан сақтайтын арнайы программаларды пайдалануымыз қажет. Вирустан сақтану үшін қолданылатын программалардың бірнеше түрі бар. Солардың алғашқысы болып детектор программалар жатады. Бұлар бұрыннан белгілі вирус түрлерінен қорғай алады. Алайда жаңа вирустар түссе, олардан қорғауға дәрменсіз болып табылады. Бірақ вирус жұқтырған файлдарды анықтап табалады. Бұндай программалардың тобына Node-32 сияқты әртүрлі антивирустық программалар жатады. Екінші вирустан сақтану программалар бұл доктор программалар немесе фактор деп аталады. Бұлар вирус жұққан программалар мен дискілерді вирустарын өшіру арқылы емдеп, оларды бастапқы қалпына келтіреді. Фактор вирусты жедел жадтан іздеп тауып, оларды жояды. Содан кейін ғана файлдарды емдеуге кіріседі. Яғни бірінші файлды
вирусты жояды, одан кейін барып зақымданған біздің файлдарды қалпына келтіреді. Фактордың арасынан полифакторды ерекше атап өтуге болады. Олар үлкен мөлшердегі вирустарды іздеуге және жоюға арналған. Бұндай вирустардың тобына панда антивирусы және Касперский вирустарын жатқызуға болады. Үшінші түрі бұл ревизор программалар. Аты айтып тұрғандар, яғни не жүргізеді? Ревизор жаңағы алдын ала қаралым жүргізеді, яғни алдымен программалар мен дискінің жүйелік аймағы туралы мәліметтерді есіне сақтап алады, содан соң оның кейінгісімен салыстырады. Яғни сәйкестікті анықтаса, сол мезетте пайдаланушысына хабарлайды, осындай вирус кіріп жатыр деген секілді. Келесі бұл сүзгі программалар, бұл компьютердің жедел жадында тұрақты орналасады. Егерде зиянды вирустар келетін болса, оны пайдаланушысына хабарлайды. Угроза деп шығып тұрады. Мысалы, біздің рабочий столымызда солай шығып тұрады. Сол хабарламадан кейін пайдаланушы бірінші емдеп және жойып жұмыстарын жүргізетін болады.